Бүгін Жамбыл облыстық референдумды қоғамдық қолдау штаб мүшелері зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Кездесуде алдағы өтетін сайлау учаскелерінің нақты мекен жайларын бекіту керектігі айтылды. Өзіміздің аманатымызда, өзіміздің банағы елдің алдындағы, үкіметтің алдындағы парызымызды орындауымыз керек. Бәрі де өз қалауын таңдасын. Біз айтпаймыз, бұлай істеді, бұлай істеді. Бақта сайлауға келу әр азаматтың міндеті. Сондай-ақ Қазақстан Халық Ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Айтбай Қайратта Жамбыл облысының кәсіпкерлерімен кездесіп, референдум төңірегіндегі маңызды сұрақтарға жан-жақты жауап берді. Жиында жергілікті кәсіпкерлер пайымды пікір, орамды ойларын ортаға салып, заңнамалық өзгерістерді талқылады. Бәрі өзінің бөлім-бөлімі. Біреуі экономика жағын түсіндірсе, екіншісі саяси жағын түсіндіреді, үшінші заңнама жағын түсіндіреді. Бізде енді біреуге анаған дауыс беріңдер, маған дауыс беріңдер деп ештеңеміз жоқ. Біздің айтып жатқанымыз былай: сіздер кәсіпкерсіздер, кәсіпкер басшыларсыздар. Сол басшыларыңыз өзіңіздің жұмысшыларыңызға айтыңыздар, қатыссын. Ол дейді ғой, өзінің белсенділігін көрсетсін. Ол кімге дауыс береді, бермейді ме, өзі шешеді, бірақ сол келсін деп отырмыз да. Себебі бұнда референдум күн көп жатқан жоқ. Болды ма, өзінің болашағын, балаларының болашағын, өзінің ұрпағының болашағын ойлайтын болса, келсін де өзінің азаматтық борышын айту керек. Сөз соңында штаб мүшелері тұрғындарды 5 маусым күні өтетін жалпы ұлттық референдумға қатысуға шақырды.